Кезектен тыс президенттік сайлауда сайлаушылардың белсенділігі жоғары болады. Себебі 19 наурыздағы билік транзиті болған сәттен бастап жастардың саяси өмірге деген қызығушылығы күрт артқан сияқты. Бұл туралы бүгін Болашақ қауымдастығы ұйымдастырған дөңгелек үстелде айтылды. Болашақ бағдарламасымен оқып келген түрлі сала мамандары бүгін елдегі басты саяси науқан жайлы пікірталас ұйымдастырды. Саясаттанушы Талғат Қалиев соңғы сауалнама нәтижелері туралы айтып берді. Сауалнамаға жастар мен аға буынның сайлауға қатысуға деген белсенділігі байқалады. Дегенмен сайлаушылар кандидаттардың бағдарламаларына қарап емес, персоналдық сипатына баса мән бере бастаған. Сарапшылар сондықтан да сайлауға дейін кандидаттардың бағдарламаларымен танысып, таңдау жасауда бұл мәселеге де мән берген жөн деген ой айтты. Болашақ қауымдастығы мүшелері жиналып, осы сайлау мәселесін, әр үміткердің бағдарламасын талқылау жүргізіп жатыр. Бұл өте жақсы бір бастама деп ойлаймын. Себебі әсіресе болашақ түлектері сайлауға, осы сайлаудың жүруіне, жүзеге асуына қарсаңда атсалысу керек деп ойлаймын. Өйткені шетелдік тәжірибе бар, шетелден алып келген білімі бар. Сол халқымыздың, еліміздің арқасында алған білімін осы бір елге деген тигізіп жатқан септігінің бір көрінісі деп айтуға болады.